Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Нұржан Сабиров Аманат партиясы ғимаратында қоғамдық қабылдау өткізді. Қабылдауға келген тұрғындар негізінен жұмыспен қамту мәселесі бойынша өтініштерін жеткізді. Бөлім басшысы әр тұрғынның талап тілегін тыңдап, заң аясында тиісті кеңестер берді. Бұл біз бірінші кезекте бұл тағайындаудың алдында біз ауыл әкімдеріне арнайы хат жібереміз. Қай уақытта жіберілетін? Бұл енді жаңағы біз наурыз айында төлейміз, біз сәуір айында жинаймыз, оның бәрін жылдың басы сәуір айында жинаймыз, сөйтеміз дағыны. Ауыл әкімдердің спискісін аламыз, тізімін аламыз. Сіздерді осында жылда үйреніп қалғанда жылда осында бізге пәлен адамның тізімі, ол кісінің жаңағы жеке куәлігінің нөмірі, болмаса ЖСН-і, одан шоты болса, тізімді алғаннан кейін бар, арада біздің әлеуметтік қызметкерлері бар, тиісті құжаттар соларды жинақтап әкелеміз, біз өзімізде. Мен алмай қалдым, мен қосылмай қалдым. Енді болады, бірақ кейбіреулер мынандай болады, жаңағыдай, енді ол кісінің өзі де білмеуі мүмкін, есеп мекен жайларын ауыстырып жүрген, сондай да кездеседі. Апаларымыз келеді, болмаса көкелеріміз келеді, маған осыны өзім апаң мынандай берілмей қалды, не мәселе? Біз сразу базадан көтереміз, ауыл әкімнен келген тізімді көреміз. Оның үшін жоқ болса, ауыл әкіміміз звондаймыз, сіз мына адамды не үшін жібермедіңіз бізге? Ол кісілер айтады, осыны кезінде мекен жайын ауыстырып жүр. Мекен жайын ауысып кеткендер бар, мекен жайын ауысып кеткен, қайтып келіп тұрып жатқан, бірақ қайтадан мекен жайын қоймаған, сондай кездесіп жатыр. Енді жалпылама біз 100% қамтып жатыр деп айта аламыз. Нұржан Сабировтың айтуынша, бүгінде Бәйдібек ауданында халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қолдау бағытындағы жұмыстар жүйелі жүргізілуде. Әсіресе аз қамтылған және көп балалы отбасыларға, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолдау көрсетуге ерекше көңіл бөлінуде. Сонымен қатар Бәйдібек ауданы бойынша атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны өзге аудандармен салыстырғанда ең төмені екен. Бұл көрсеткіш тұрғындардың тұрмыс сапасының жақсарғандығын аңғартады. Бізде әлеуметтік қызметкерлердің арнайы өздерінің дәптерлері болады қолында. Олардың күнделікті өздерінің бекітпеген уақыттары болады. Сол уақыт бойынша барады дағыны. Сол жаңағы белгіленген мерзімдегі өзінің уақытын сағатын өткізіп болғаннан кейін, егер ол іс-әрекетке қабілетті болса, өзі қол қойып береді. Іс-әрекетке қабілетсіз болатын болса, мүгедек бала болатын болса, оның ата-анасы сол келіп жұмыс жасағанын растап, қол дәптеріне қол қойып береді. Бізде мынау ата-анамен тығыз байланыста ата-анамен міндетті түрде тығыз байланыста боламыз. Өйткені бұл жаңағы айтқан мүгедек балаларға көрсетілетін қызметтер, ол енді аптасына өздерінің бекітілген күндері болады, 2 күн, 3 күнге, 2 сағаттан. Бір балаға аптасына неше рет барады? Бір балаға аптасына 2 рет барады. Бәйдібек ауданында халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қолдау бағытындағы жұмыстар тұрақты жалғасуда. Тұрғындардың әл-ауқатын арттыру және әлеуметтік көмекті нақты қажет жандарға жеткізу басты назарда дейді. Ұлдархан Олиханқызы, Батырхан Нұрбек, Сақ ақпараты.